Қара дос пен Маман би оқыған Ләззат Әлдибай. Лүпіл басып қолдап отырыңыздар. Ертеде тау елін жайлаған шөмекей рулары жұтқа ұшырап қатты күйзеліпті. Сонда елдің жағдайын көріп қиналған Қарадос шешен көршілес Қарақалпақ елінің биі Маманға барып бидай сұрамақ болып жолға шығады. Бар келгенде Маман би ауыл ақсақалдармен бірге төбе басында әңгімелесіп отыр екен. Қарадос Маман бимен қол алысып амандасып шетке отырады. Маман бидің қонақтармен жұмысы болмай әңгімесін айта отырып арасында жігіттеріне дауыстап қояды. Сусын көтеріп екі жігіт келеді. Жігіттің бірі сусынды досқа ұсына бергенде: "Тарт сусыныңды, біз шөлдеп келгеніміз жоқ, қона жатып сөйлесетін белдеп келдік, қонақ күте білетін елдеп келдік, ағаның үйі ақ жайлау, жеңгенің үйі жаз жайлау, өз үйіміз деп басып ішеміз бе десек, төбенің басына тасып ішетін болдық па?" деп дос биге қарайды. Жүзден тосылған Маман би қонақтарды үйіне шақырады. Үйге келген соң: "Ақсақал, өзіңіз қарттықпен қалайсыз?" дейді. Дос үйге кіріп шығып жүрген жас әйелді аңғарып қалып: "Әй бала, бұл не дегенің? Жақсының жақсы, жасын сұраушы ме еді? Тұлпардың аузын ашып тісін көруші ме еді?" деп Маман би сөзін жалғастырады. "40-та осы елдің қыруары едім, 50-де ел перісі болдым, 60-та бөрісі болдым, 70-те жел перісімін. Сенде сарқарыда боламын, 90-да топтан торай шалдырмаймын, 100-де де алғанымның көңілін қалдырмаймын" дейді. Сонда дос күліп: "Бұл халықтан шыққан мақал емес қой. Жас жеңгейдің көңілін жықпай айттыңыз-ау. Болмаса 40 қылау, 50 ер жігітке бел емес пе? 60 қайта қонған ел емес пе? 70-те 30 омыртқа бүгілмей ме? 80 сергелдең, 90 жоқсан емес пе? 100-де ешкім келмейді қасыңа. Қарға қонбай ма басыңа?" дейді. "Өзіңдей ініге олжаға алып едім, жұдырықтай қара бала өкшелеп ізіңнен қалмадың ғой. Тарпиым ба, қарпиым ба?" дейді Маман би ашуланып. "Ақсақал, бұл айтып отырғаныңыз түйенің әдісі ғой. Мен адамның әдісінен жығылып көрген жан емеспін. Тарпысаң тақырға өскен темір тікенекпін. Табаныңа кіріп аяғыңды ақсатармын. Қарпысаң улы шөппін, тамағыңды қақсатармын" деп жауабын береді дос. 300-ді туғанда анасы 3 түрлі нәрсеге жерік болған екен. Ұлы жүзді көтергенде малға жерік болыпты. Орта жүзді көтергенде балға жерік болыпты. Кіші жүзді көтергенде бөрінің бауырына жерік болыпты. "Сен бала бастан аяқ сөздің найзасын түйреп айтасың ғой" деп Маман би ашуланыпты. Сонда әзір отырған дос: "Әкем ақылды кісі еді, елді есі кеткен жамандайды. 100-ден 100-ді кеміткеннің 100-і қара дейтін. 100-ің қара би екенсің. Аузы кіші, қарны үлкен, қой семірсе көтерер. Қарны кіші, аузы үлкен, ит семірсе құтырар. Саған сөздің майдасын беріп, маған найзасын берсе амалым қанша? Түйрейін бе отырған жеріңде" дейді. Сөзден тосылған Маман би айыбын жуып шаймақ болып: "Жақсы көрген кісінің жұмысын келгеннен сұра, кеткенше бітер. Жек көрген кісінің жұмысын кетерде сұра, бітсе бітер, бітпесе кете берер" деген. "Мен сені тәуір көріп қалдым, жұмысың болса айта отыр" дейді. "Бөтен жұмыс жоқ, кеусен сұрай жүредік" дейді Қарадос. Сол жолы Маман би Қарадостың жетегіндегі парларға астық артып жөнелткен екен. Келер жылы Маман би бидайдың бодауына киіз алмақ болып Қарадостың аулына барады. Үйге кіріп амандық саулық сұрасқан соң: "Ал шырағым Қарадос, отыңның басын көріп, бала-шағаңның жағдайын білейін деп келіп едім. Сонымен бірге көрген түсім бар еді. Түсіңді жақсы көрген адамыңа жорыт, немесе ғалымға жорыт" деген. "Мен түсімді өзіңе жорытқалы келдім. 80 бас үйім бар екен. 80 басына 80 қарлығаш ұялаған екен. Көзімді ашсам 80 қарлығаштан бір қарлығашта қалмапты" дейді Маман. Сонда Қарадос: "Бұл түсіңіз бардың жоритын түс екен. Мен өзім қопақасы беруге жарығанмен мұндай түсті жоруға шамам келмейді. Бұл түсіңізді Сансызбайға жорытармыз" депті.
Қошқаралы руынан шыққан Сансызбай әрі бай, әрі сақи болған екен. Қарадос Маман биді ертіп Сансызбайдың ауылына келеді. Сансызбайға Маман бидің түсін айтып береді. Сонда Сансызбай езу тартып күліп, бұл келініңіз Айымның жоритын түсі екен деп, шай құйып отырған әйелі Айымға қарап, қайнағаңның түсін кеткенше жорып қой дейді. Маман би қона жатып, қонағасын жеп, енді аттанарда Айым, қайнағаның 80 бас үйі тозып, 80 қарлығаш қамаса, бір қарлығаш тұрмайтын болған екен. Бір сары атанға 18 өре киіз артып қойдым, ала кетіңіз депті. Маман би серіктерін ертіп, қыр асқан соң қосшысына, түсті келіннің өзі жорыды ма, болмаса Сансызбай айтып жорытты ма? Сынап кетейік, сен барып келінге сәлем айт, орамалы ақ екен, дастарқаны қоңыр екен, деді де. Осыған қайтарған жауабынан өзі жорыған жорымағанын білеміз депті. Сонда Айым Маман бидің қосшысына, қайнағаға сіз де сәлем айтыңыз, орамалым ақ болса тазалығым шығар, дастарқаным қоңыр болса мырзалығым шығар депті. Маман би қосшысын қайта жіберіп, келінге сәлем айт, келер көктемде адам жіберсін, келген қонағына сусын болатын 20 қашар айдатамын депті. Содан бері тау еліндегі қазақтардың сиырының тұқымы сол Маман би Сансызбайға берген сиырлардан тарады деген сөз бар. Тыңдағандарыңызға рахмет. Әңгіменің соңы.